Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Алтынай Заманбекова. Және де біз сіздермен қазір Алтынай Заманбековаға, яғни Алтынайға біз блиц вопростар қоятын боламыз. Яғни мен сұрақтар қоям, Алтынай оған жауап беру керек. Дайынсың ба, Алтынай? Мен тез қоюға тырысам, сен тез жауап бермесең болады. Жақсы. Бірінші сұрақ. Өзің ойнаған ең керемет турнир? Осы алдыңғы жылы болған Енукап. Алдыңғы жылы болған Енукап. Ол 2022. Ең сүйікті первашың жас буының? Ең сүйіктісі? Осы жылғы ма? Бәрібір, в целом. Жалпы алғанда. Жалпы алғанда Әсел. Әсел. Алдыңғы жыл. Әсел екен. Дебаттағы 3 краш. Дебат бойынша ма? Иә, дебат бойынша. Өмір бойынша емес. Ең күшті өзіме ұнайтын дебатерлар, қазір ойнамаса да бәрібір айта берем. Біріншісі Алишер Жүзгенбаев, екіншісі Малика Мамирова және үшіншісі Амирлан Қасымов. Жақсы, келесі. Болашақтағы жұмыс орның қалай көресің? Болашақта қай жақта жасайын, қандай жұмыста? Белгісіз. Белгісіз, мүлдем план жоқ. План бар, бірақ пландарды айтпаймын обычно. Жарайды. Ең қатты ұнайтын позиция дебаттағы? Жабушы оппозиция. Жабушы оппозиция. Топ 3 әріптес? Біріншісі Рүстем Қалихан, екіншісі Жансия, және үшіншісі Дәулет. Үшіншісі Дәулет. Дәулет үшті. Топ 3... Ретті білдірмейді. Иә, жарайды. Топ 3 кеңес перваштарға? Жас буындарға топ 3 кеңес. Дебаттары қарай ойнай беру керек. Егер результат болмай жатса, әлі де тырысу керек және оған мұңаймау керек қатты. Және сонымен қатар жұмыс істеу керек көбірек, лекция көру керек, ойнау керек, яғни көп үлес қосу керек. Барлығы еңбектен тұрады екен. Иә. Келесі, сүйікті спорт түрі? Өте көп айта берейін ба? Біреу? Екеу хотя бы. Жарайды. Біріншісі биатлон, екіншісі фигурное катание. Сүйікті спортшың? Қиын сұрақ, көп. Біреу, хотя бы екеу. Жақсы, екеуі де биатлонист, Йоханна және Тарибио. Жарайды. Ең сүйікті мультфильм? Король Лев. Өйткені мультфильм максимум 5 көрген шығар, мүмкін одан да аз. Ең сүйікті аниме? Аниме көрмеймін. Ең сүйікті фильм? Ең сүйікті фильм... Қиын сұрақ. Хотя бы екеу. Біріншісі сериал айтайын. Шерлок өте сүйікті сериал. Екіншісі фильм Век Адалин. Ең сүйікті персонаж? Жалпы кітап, өмір, білмеймін, өмір дейміз енді? Жалпы кітап, фильм, мультфильм? Персонаж, мультфильм. Ешқашан ойланбаппын. Персонаж. Шерлоктың өзі емес па? Мүмкін Шерлоктың өзі. Сколько? Шерлоктың өзі. Және соңғы сұрақ. Ең сүйікті футболшы? Марк Бартра. Марк Бартра? Иә. Рахмет, Алтынай, үлкен. Бізде осымен Алтынаймен блиц сұрақтар аяқталды. Егер ұнаса лайк басыңыздар және де комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет. Рахмет.